Актриса, әнші Ақбота Сейтмағамбеттің Дәурен Айдарқұловпен ажырасып кеткенін білесіздер. Ақбота Жанар Айжановаға шындықты айтты. Әңгіменің соңғы нүктесін қойған ол ешқашан қосылмайтындарын айтты. Дәурен өте талантты актер дейді ол. Оның әзілдері, актерлік шеберлігі өте кәсіби түрде мықты десе болады. Ол шығармашылық жан, қолынан бәрі келеді. Сөзге де шешен, бірақ отбасында ер азамат ретінде көре алмадым. Мен үшін отбасында ер азамат, әке, күйеу, отағасы болу керек. Бізде ондай болған жоқ. Менің Дәуренмен тұрған 4 жылымның жартысы жылаумен өтті. Бірақ маған қол көтерген емес. Мен кетіп қалып, қайтып келіп жүрген адам емеспін. Орамал тағып, сәлем салып, келіндік міндетімді атқарып жүрдім. Үлкен ұлым туғаннан соң да бір рет ажырасып барып қосылғанбыз. Ол кезде туыстарым Дәуренмен қосылма деп ақыл айтты. Алайда мен баламды ойлап қайта қосылдым. Дәурен өзі келді. Қазір сол жолы қателескенімді түсініп жүрмін. Одан кейін қызым өмірге келді. Жауапкершілік одан әрі күшейді. Дәурен менің көзіме шөп салса да кешірер едім. Не істесе де кешірер едім. Бірақ шыдамның шегі жеткен соң кеттім, деді Ақбота Сейтмағамбет.